біздің Қазақстанның жеке сот орындаушылары кәдімгідей атқа мініп алған ғой ағайыншы. Тәкаппарлықтың шыңын қойып тастаған ғой. Біздің Қазақстанда ең биік шың хан тәңірі шыңы болса, қазіргі таңда жеке сот орындаушылардың тәкаппарлығы деген тағы да бір шың шыққанда расымен де кісі ғой аналаршы. Ойбой, кәдімгі рас аспаннан аяқтар жерге салбырап түскен сияқты да. Сенің шотыңды алады, қарызың бар, жаңағыдай кредитің бар төленбеген, сол үшін бұғаттап тастайды. Бірақ соттың шешімінсіз, өздеріңіз ойлаңыздар, соттың шешімінсіз ешқандай мемлекетте ешқандай адам өзі жеке заң шығара алмайды, шешім қабылдай алмайды. Ал біздікілер нотариуспен бірге кетті, даңқ болды. Сен шотың бұғатта. Барып сұрайсың ғой, ашып берші мен шотымды десең, төле. Мен қайдан төлеймін? Сен мен шотымды бұғаттап тастағансың, жұмысқа кіре алмаймын. Жаңағыдай көлігіме жаңағыдай арест қойып тастағансың, онымен жүре алмаймын. Жаңа жүргізуші куәлігіме арест қойып тастағансың, оны бұғаттап, онымен жұмыс істей алмаймын, ештеңе істей алмаймын. Қалай төлеймін сен? Ол сенің проблемаң. Ойлаңдаршы, логика қайда деймін да, менше бұл не деген сұмдық ағайын расымен де ше. Еще олар бәрі құрсын кәдімгідей кісі болып ауадан 25%, расымен 25% өздерінің ақшасын көріп отыр да, ауадан тиын жасап отыр да, сенің шотыңды бұғаттайды, сосын сен барып ашып бер десең, менің 25%-ымды төле дейді. Не үшін төлеймін, шотыңды бұғаттағансың ба десең, жауап жоқ. Ағайын, бұл мен ойлаймын да, бұл шынымен халықты қанау деген нәрсе да. Рас. Енді қараңыздар, кейбір жеке сот орындаушылары бар, сіздің шотыңызды бұғаттағанда толықтай бұғаттап тастайды да, содан кейін сен оған айтасың, заң бойынша дейсің, сен менің шотымның 50%-ын ғана бұғаттай аласың, одан артығы артық саған. Ашанан дейсің ғой, менің 25%-ым төле. Енді андай айтып отырмын ғой, жаңағыдай хан тәңірден биік шың болып кеткен бұлардың тәкаппарлықтары ше. Жалпы айтқанда қазіргі таңда Қазақстан Республикасының депутаты Мұрат Әбенов ағамыз осы дүниені қолға алып, болды, жеке сот орындаушылар халықты қанат, бітті. Енді бұлардың лицензиясы туралы әңгіме қозғап жатыр да, жаңағыдай бір рет ескерту берейік, екінші рет лицензиясынан айырайық осы жеке сот орындаушылардың деп ше. Жалпы айтқанда достар, бұл мен өзім жеке басым дұрыс шешім деп қабылдаймын, дұрыс қозғалып жатқан тақырып, себебі халықты бұлар кәдімгідей қанап бітті, расымен де ше. Қанша деді? 1,5 миллион адам деді ма? 2,5 миллион адам деді ма? Жаңағы жеке сот орындаушыларға қарыз екен. Жеке сот орындаушыларға не үшін қарыз? Осыған біреу маған жауап бере ала ма? Жалпы айтқанда ше. Сондықтан енді менің үмітім осы депутат мырзалар осы дүниені соңына дейін апарып, расымен де жеке сот орындаушылардың халықты қанағанын, халықты басынғанын қойдыртса деген үмітім бар. Аман болайық, бар болайық достар.